Сәлем достар, сіздермен бірге Оңай каналы. Бүгінгі видеомызды көріп таң қалуға дайынсыздар ма? Ендеше каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, қызықты тамашалауды бастайық. Бүгін біз сіздерге әлемдегі ең ерекше 12 мамандықты ұсынамыз. Ал кеттік достар. Бірінші мамандық – құлақ тазалаушы. Бұл мамандық Азия елдерінде, негізінен Қытайда кең таралған. Қытайлықтардың өздері құлақ тазалаушыларды ерекше кәсіптердің түріне қоспасы анық. Себебі оларға бұл адамдар біз үшін тазалаушылар немесе сатушылар сияқты таныс болып келеді. Сарапшылардың пікірінше, құлақты тазарту дененің жалпы сауығуына ықпал етеді және жай ғана жағымды. Екінші мамандық – аралдың қараушысы. Егер бұл әлемдегі ең ерекше мамандық болмаса, онда ол ең кереметтерінің бірі. Осыдан шамамен 10 жыл бұрын әлемдегі ең үздік жұмыс байқауы өтіп, оған 35 мың адам қатысқан болатын. Сол байқауда Бен Саусхолл атты азамат жеңіске жетті. Қазір Бен Гамильтон жұмақ аралында керемет виллада өмір сүреді. Және сол үшін айына $20 мың алады. Оның міндеттері тасбақаларды тамақтандыру, маржан рифтерін күту және өз блогында жергілікті сұлулықты мақтап туристерді тарту. Осындай жұмыспен Беннің зейнетке шықпайтыны анық достар. Үшінші мамандық – пингвиндерді аударушы. Бұл адам Антарктидада жұмыс істейді және ұшақтарға қарап артына құлап қалған пингвиндерді айналдырып, олардың тұруына көмектеседі. Табиғаты бойынша пингвиндер өздігінен көтеріле алмайды. Тіпті орындарынан тұра алмай өліп кетуі мүмкін. Осындай ерекше және пайдалы мамандық. Төртінші мамандық – пармезан ірімшігін тыңдаушы. Итальяндық ірімшік фабрикаларында пармезан тыңдаушысы деген лауазым бар. Қызметкер өнімнің пісіп жетілу дәрежесін естіп, анықтау үшін ірімшіктің басын күміс балғамен ұрады. Пармезан 3 жылдан кейін толық дайындыққа жетеді және күн сайын әр түрлі дыбыс шығарады. Бұл әлемдегі барлық ерекше мамандықтардың ішіндегі ең шығармашылық мамандық екені сөзсіз. Бесінші мамандық – төсек жылытқыш. Бұл профильдің мамандары бастапқыда Holiday Inn желісінің Лондон және Манчестер қонақ үйлерінде пайда болды. Осы мамандық иелері қонақ үй тұрғындары төсекке жатпас бұрын, олардың орнына жатып, төсектерін жылытып қояды. Мұндай ерекше заманауи мамандықтың пайда болуының себебі Эдинбург ұйқы орталығының зерттеуі болды. Зерттеулерге сәйкес, суық төсек жақсы ұйқыны болдырмайды, ал жылы төсек жақсы демалуға ықпал етеді. Бұл жұмыс шарттары сіздерге қалай достар? Осындай шарттарда жұмыс істер ме едіңіз? Келесі 6-шы мамандық – үй жануарларына арналған тағамдардың дегустаторы. Әлемдегі ең ерекше мамандықтардың тізімі кейбір өндірістерде бар, осы мамандықсыз толық болмас еді. Дегустаторлар тағамның әр жаңа дәмін татып, өнімнің сапасына көз жеткізу үшін жаңа партиялардан сынама алады. Кәсіби шеберлердің айтуынша, өнімдердің тепе-теңдігін, тағамның тәбеті мен дәмін бақылау өте маңызды. Айтпақшы, мұндай мамандар шетелдерде жылына шамамен $30-75 мың достар. Осындай жерде жұмыс атқарсаңыз, түскі асты қайдан ішемін деп уайымдамасаңыз да болады. Келесі мамандық – құшақтаушы. Ал бұл жұмыс ерекше мамандықтардың көңілге ең қонымсызы. Егер адам шұғыл түрде өмірді құтқарушы құшақтар мен адамның жылуын қажет етіп, бірақ жақын адамдары жоқ болса, кәсіби құшақтаушылар көмекке келеді. Клиенттер оларға күніне $60 төлеуге дайын. Егер сізге кенеттен ақша қажет болса, достарыңызға оларды қанша рет тегін құшақтағаныңызды еске түсіріп, шотты шығарып берсеңіз болады. 8-ші мамандық – пандаларды күтуші.
Қытайдың пандалар қорығы сүйкімді жануарларды күтуге арналған мамандарды ұстайды. Олар пандаларды тамақтандырып, денсаулығын бақылап, еш жерге қашып кетпеуін қамтамасыз етуі керек. Әрине, мұндай маманның ветеринарлық білімі болуы керек. Бұл қауіпті жұмыс және ерекше мамандықтардың ең сүйкімдісі десек те болады. Келесі 9-шы мамандық. Зәйтүн майы полициясы. Бұл лауазым әлемдегі ең таңқаларлық және ерекше мамандық атауына сенімді үміткер. Итальяндық полиция бекеттерінде зәйтүн майының сапасына қатысты арнайы бөлім бар. Бұл бөлім қызметкерлері майдың дәмін татып, оның табиғи өнім немесе жасанды екенін анықтап, үкім шығарады. Егер май сапасы жаман болып шықса, оны сатудан алып тастайды. Мұндай мамандық бар деп ойлағандар бар ма сіздің аранызда, достар? 10-шы мамандық – клакер. Клакер мамандарын жаңадан шыға бастаған өнер адамдары жалдайды. Олар жасанды түрде сәттілік пен танымалдылық атмосферасын құруы керек. Бұл адамдар жұмыс беруші әртістердің өнер көрсетулеріне барып, өздерінің таланттарының алдында шаттықты бейнелейді. Оларға шапалақтап, браво деп айқайлап, және басқа көрермендерді осындай мінез құлыққа итермелейді. Олардың жұмысының негізі психология болып табылады. Адамдар саналы түрде белсенді адамның іс-әрекеттеріне жауап беріп, және оның мінез құлқын көшіреді. Келесі мамандық – армандар сатушысы. Бір күнге кеме капитаны болу, сүйікті әншімен кешкі ас ішу, театр сахнасында өнер көрсету. Осындай арман саудагері кез келген тілекті орындай алады. Жарайды, барлығын емес, бірақ тізім өте ұзын. Мұндай лауазым арнайы агенттіктерде де бар. Бірақ тілектерді жүзеге асыру қызметтері өте қымбат. Біздің ойымызша, бұл ең ерекше және ең романтикалық мамандық. Және де келесі соңғы мамандық – ойын аппараттарына музыка жазушы. Кім білген, бірақ әлемде композиторлардың жеке түрі бар. Ол ойын автоматтарына әуендер мен дыбыстар шығаратын музыканттар. Олардың басты міндеті адамды казиноға қайта-қайта оралуға мәжбүр ететін дыбыстық қатар жазу. Мүмкін мұндай композиторлардың аналары балаларын балалық шағында музыка мектебіне бергендеріне өкінетін шығар, достар. Осымен, достар, ерекше мамандықтар тізімі тәмам. Видео сізге ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.